Сәлем достар, Аликзо каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға Wi-Fi repeater AliExpress'тен келген Wi-Fi repeaterге обзор жасайтын боламын. Мындай қаптамада келген. Сырты осындай Wi-Fi repeater. Кімдеген білмейтін болса, бұның жұмысы көп бөлмелі үйде тұратын болсаңыз, негізгі Wi-Fi роутердан ортасынан қойып настройка жасасаңыз, арғы жетпей тұрған, сигнал жетпей тұрған Wi-Fi передачаны әрі жалғастыратын құрал. Комплектісінде осындай нұсқаулығы бар. Қайтадан жазылған ағылшын тілі, орысша ешқандай мағлұмат жоқ, тек ағылшын тілінде. Комплектісінде мынандай шну, кез келген компьютерге прямо жалғайтын. Негізгі Wi-Fi repeater жақсы пластмассадан жасалған. Reset деген кнопкасы бар, жаңағы LAN шнурын жалғайтын сымы бар. Евро розетка. Осындай тік положенияға қоюға болады, және кнопканы басып, бұрасақ алынады. Осылай қойылып, және осылай қойылып. Осындай положенияға қоюға болады. Дауыс шыққан кезде бекітеді. Өте ыңғайлы жасалған. Бұның розеткасы осылай тігінен болса, тігінен көп қоюға болады. Және осылай аны алып, қайтадан бұрап, ұзыннан қоюға болады. Мінекей достар, осындай repeater қазір компьютер арқылы сізге настройкасын көрсететін болам. Видеомыз жалғастырамыз. Wi-Fi repeaterді розеткеге қосамыз. Келесі жұмыс компьютерде. Wi-Fi repeaterді топқа тыққаннан кейін доступный сеттердің астын бассаңыз Wi-Fi repeater деп шығады. Соның үстінен басасыз. Подключиться. Окей. Мына жерде пароль сұрайды. Ол парольді сіз Wi-Fi repeaterдің бетінде қағазда жазылып тұрады. Далее. Закрыть. Кез келген браузерден төбесіндегі поисковый строкаға 192.168.10.1 деген цифрды басып, Enter'ді басамыз. Enter'ді басқан уақытымызда осындай жасыл экран шығады. Үстіндегі логинге ағылшын тілімен админ деп жазамыз. Парольге де дәл солай админ деп жазамыз. Ағылшын тілі, басқа жерде тіл жоқ. Принять. Шамалы уақыт күтсек, осындай парақша шығады. Мінекей. Мынау негізгі настройкасы. Настройканың ішінде AP деген тұрсын, астында repeater деген кнопканы басамыз.
Wi-Fi сетімді тапты. Осы жазу негізгі аты репитер болып тұр. Репитер осылай қала берсе де болады. Өзіңіздің атыңызды қойсаңыз да болады. Парольге өзіңіздің домашний Wi-Fi пароліңізді жазасыз. Сол жағындағы Apply деген кнопканы басамыз. Бітті. Осымен настройка мына close. Астында мына қазір біздің репитер арқылы интернетке кіріп жатыр. Міне кірді. Міне қазір кез келген интернеттің сайтына кіріп көрсек, біздің интернетіміз қазір Wi-Fi репитер арқылы жұмыс істеп тұр. Мінекей достар, осылай репитерді компьютерге настройка жасап, репитерді кез келген үйдің қай жерде слабый сигнал, сол жерге розеткеге тығып қойсаңыз, осы настройкадан кейін Wi-Fi сигналыңыз кем дегенде 15-20 метрге ұзарады. Ал достар, назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.